Қазір деген любой зат той қылып жатырмыз ғой. Құдалықта той сияқты өтеді ғой. Себебі ресторанда істейді. Ауылда отырып ресторанға істейсің деме, түсінбеймін мен соны. Ресторанға әкелесің, неше 30 адам келеді ғой, олар деген шорып. 30 адам келеді. Еще бәріне бірдей қылып подарка алуым керек. Бәсекелестік болып кетті. Анау плед берсе, мен плед берем, анау кесе берсе, мен кесе берем, анау жаңағы бірдемелерді берсе, кәжекей берсе, мен де берем деп. Не болып кеттіңдер? Не болып кеттіңдер? Жағдайға қарамайсыңдар. Кредит алып сүйкеп атсыңдар. Анау қалада істеді, мен де қалада істеймін деп. Не үйлеріңде не? Жылан шықты ма? Қайда үйлерің қайда? Құдалар үйлеріңді көрмей ма? Төрінен отырмай ма? Обязательно ресторанға шығып шашылуларың керек па не? Босағаларын көрсетпейсіңдер ма? Қандай жердің қызын алдық? Қандай жерге қыз бердік? Көрмей ма босағаларыңды? Не жасырып отырсыңдар? Өлтіресіңдер сендер. Баяғыда деген не болса да өз босағаңды көрсеткенсің ғой. Жоқ болсын, жыпыны болсын, жаман-жаман үй болсын, төріңе апарып құдаңды отырғызасың. Соғын суды шашып, бәрін әдемілеп, үйінің бәрін тығатындар тық-тық тізаймыз. Әкеміз айтатын еді, сендерге шешеміз, сендер кеткенде киіміміз таба алмаймыз деп. Бәрін тық-тық тізаймыз ғой, құда келе жатыр деп, бәрі затты тығып, сықитып, тап-таза қылып қоямыз ғой. Қазір құдалыққа дайындалмайсыңдар, үйлерің таза емес. Үйлерің ремонттамайсыңдар. Себебі құдалықты үйден бермейсіңдер ғой. Ресторанда шықиып, шалқайып тұрасыңдар, шаруаң төл ұқсап бетіп. Төл емес қой шалбарың. Әр жағдарын бықсып жатыр ғой. Үйлерін көрсетулерің керек қой. Үйлерін көрсетіңдер, құдалар төрде отырсын, ойнап күлсін, ағайын туман танысын, көршің танысын, құрдасың танысын. Сен ресторанға бәрін бірде шұбыртып шақыра алмайсыңдар ғой. Қаншама адам қалып қояды мысалы. Вот, қарапайымдылыққа көшу керек. Бәсеке емес, бәсекелесіп жатсыңдар достар. Маған тіркеп лайк басып қойыңдар, жоғалтып алмас үшін.